Жоғалған доп ертегісі. Алан атты жолбарыс бар еді. Ол бір күні добын жоғалтып алды. Сөйтіп бұл туралы достарының бәріне айтып, добын іздеуге көмектесулерін өтінді. Аланның Ирек атты жылан досы бар болатын. Ол допты іздеп жүріп, шырмауықтың түбінен өзінің жоғалған ойыншығын тауып алды. Аланның Мака деген маймыл құрбысы қарны аш болғандықтан допты ұзақ іздей алмады. Мына тастың артын қарай салайыншы, деді ол. Алан ағаш басында отырған Жайбасар деген досын кездестірді. Добын бұтақтарға ілініп қалған жоқ екен, қарашы, деді ол дауыстап. Жайбасар төңіректің бәрін шолып шықты. Добыңды көрмедім, бірақ өзімнің жоғалтып алған бір затымды тауып алдым. Рахмет саған, Алан, жолың болсын, деді ол. Алан сосын Тутти деген тотықұсқа жолықты. Сенің добыңды іздеп көкті шарлап жүргеніме 1 сағат болды, деді Тутти. Бірақ әзірше тек өзімнің бұрын тығып кетіп, қайта таба алмай жүрген затымды ғана көзім шалды. Алан одан кейін қалың шөпті жайлай басып келе жатқан Еңгезер деген үлкен маймылды кездестірді. Менің Балпақ есімді ұлым добыңды іздеуге көмектесер еді, деді Еңгезер. Бірақ мен алдымен Балпақтың өзін тауып алуым керек. Маймылдың баласы жартастың артында отыр екен. Добым ешқашан табылмайтын шығар, деп күрсінді Алан. Алақай, табылды, мінеки, деп айғай салды Алан кенет. Енді достарымен күні бойы ойнайтын болдым. Рахмет саған, сенің арқаңда добымды тауып алдым.